Апайған өкімет саламай атқанда біз қалай саламыз? Апа, мен айтайыншы, мен оқайыншы. Айт. Өткен ай, бәрі өткен ай, өмірдің жаз бен көктем ай, сап-сары күздің кеп жеткен ай. Ай? Дилай-лай. Ей! Апайды білесің ба? Апай, мен айтайыншы дей берсең, сұрамай саламыз. Апай, мен айтайыншы, апай, бір оқымаш. Біліп тұрып сұрақ қоятын роднойың. Родной, аяқ киім киіп атсың ба? Жоқ, бля, ұшын салып тұрмын кішкене жылысын деп. Родной, киіп қалмайын деп үрлеп атсың ба? Жоқ, бля, қатты жақында кетпесін деп атым. Родной, темекі шегейін деп атсың ба? Жоқ, бля, мына жерден бастап жейін деп атым былай. Родной, нәрскең тесіліп қалған ба? Жоқ, бля, саусағым өсіп жарып шыққан ғой ана. Родной, душқа түсейін деп атсың ба? Жоқ, бля, мына жерге ұзыннан төсек қойып жатайын деп атырмын. Родной, музыка тыңдайын деп атсың ба? Жоқ, бля, құлағым қатып қалды. Родной, ұйықтайын деп атсың ба? Жоқ, бля, жатып көрейін деп атырмын. Бұнан соң ұйықтаймын. Родной, жинап қойып атсың ба? Жоқ, бля, ұшып кетпесін деп бастап қойып атырмын. Мұздай ма, Родной? Жоқ, бля, сұйық. Родной, ішейін деп атсың ба? Жоқ, бля, қысқа сақтап қоямын, қыста ше. Қалайсың брат, жақсы. Хабибтің бойын көрдің бе? Иә, көрдім. Ё-моё, әдемі кетті. Уақытында ше, точно кетті. Молодец, красавчик. Жеңілген жоқ қой, арза болады. Давай, жолғам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Хабибтің бойын көрдіңдер ма кеше? Әдемі кетті, уақытылы кетті. Не аласың? Кола бере салайыншы. Бауырым, кеше Хабибтің бойын көрдің ба? Уақытында әдемі кетті. Оппана! Кеше Хабибтің бойын көрдің бе? Әдемі кетті, уақытылы кетті кәдімгідей. Жүр, протокол толтырамыз саған. Мусор тастап атқан. Мам! Келдің ба балам? Иә, мам. Кеше Хабибтің бойын көрдің ба? Әдемі кетіп қалды я уақытында. Иә. Братюшка. Салам алейкум, братюшка. Алейкум салам. Короче, бауырым, базар жоқ, жақсы төбелесіп қояды екенсің, бойларыңды көріп жүрмін. Сен, короче, бетсеш бізге қосыл. Бізге қосылсаң ақша бар, үйің бар, машинаң бар, қыз ештеңеден қиналмайсың ғой, короче, бауырым. Қандай жұмыс ол, братан? Жұмыс болған амал айтқан жұмыс емес, бауыр. Ешқандай қиындық жоқ. Үйде отырып, күнде WhatsApp-қа жауап беру арқылы 1000 теңге мен 10 000 теңгенің аралығында нормально ақша табасың, короче, бауыр. Немене? Тұра түсейші. Банан деген ойын бар, еще 3 000 теңге салса 50 000 теңге көтеріп аласың ке. Келу кәй! Жауап Сенің UFC көретін досың. Кеше геджаға 25 000 теңге тігіп қойғам осы радный. Бірақ Хабибке жақтасып тұрып жүрегім ше. Қош. Шафкат деген таза қазақ екен ғой, красавчик, молодец. Шафкат дегенге басқа нәрсе ойлап жүрмін ғой мен. Красавчик, шафкатшы, ырза болдым мен от души. Плотно қылқындап тастады да, ырзамын. Хабибтің бойлары қызық емес, шыққан адамның бәрін партерге тарта беремін, бір бәле ғой. Пайды кешегілер сияқты мен де төбелесе аламын, радный негізінде ше. Қойшы оған дайындық керек қой досым. Ой, радный бар ғой мен дайындалғанмын ғой. Үсіз! Қарсы бар ғой кішкене. Кеше Нұрмаханға айтамын ғой, Нұрмахан деймін ғой, Хабиб жеңеді десем, Геджи жеңеді дейді да. Үйім тігем дейді ғой, мен де үйім тігем деймін ғой, ойлашы, екеуміз үйіміз тігіп жүр. Сен квартирада тұрасың ғой? Похуй емес, кеше главный тіктік қой. Кеше Хабиб бар ғой ше, бойы басылмай тұрған кезде 21 миллион подписчигі бар тұғын ғой. Қазір қарасам 23 миллион подписчик ғой, 2 миллион подписчик жинап алған ғой. Ефкема бір нәрсеге тіпті болмаса гейф ойнатайын деп жатыр. Жан, отыршы. Енді настроениең көтер. Өлең қосам қас. Үстін шешпейсің ба? Арстаным. Қасқырым. Маймылым. Балығым. Жан, саған бірдеңе айтайын, е? Мен машинаны соғып алдым. Не бүлдірдің тағы? Не бүлдіргенде алдында айдананың шашын тартып ойнаған шылап директорға айтып берді. Қазір әкең келеді, сен өлтіреді бауыр, өлтіреді. Қаяқтан ба бала, қазан! Шаш қайда? Шашы мені.
Басың істей ма сенің? Оқымайсың ба? Адам осылай ойнай ма? Борат басаған басын жуырып алатын шашымен қосып. Тиме балаға! Жарайды, бас аман болса шаш өседі ол. Мақсаттың баласын не ағасын, басын жарып жіберіпсің ғой. Өзі мазақтаған. Не деп мазақтады ол сен? Сен папаң красавчик, папаңа қарағанда сен кәрі көрінесің дегесін басын жара салдың. Ой? Мақсаттың баласы молодец. Тұрып, қатын шай қойшы, бас алып кетті, шай шай. Сосын жолда келе жатқан кезде зырпақ етатамын деп Марат ағаның шөбін өртеп алдым. Кейін-ау. Мақсаттың баласы. Құрметті оқырмандар, кеше мен Борат туралы салған видеом үшін кешірім сұраймын. Оның дұрыс емес екенін полиция қызметкерлері түсіндіріп айтты. Мен айтқан жаңағы екі жылқы екі жағынан тарту керек, ату керек деген сөздерім дұрыс емес екен. Оны жаңағыдай қыдыртып Чарынға апарамыз деп айттым ғой. Сол бетте Чарыннан таудың үстінен бір-екі рет жерге қадап алып барып, Көлсайға батырып, сосын барып ату керек екен ғой. Сөйту керек қой, дұрыс қой, иә? Сосын барып екі жылқы екі жағынан тартып сөйтіп не істеу керек. Сол жағы дұрыс болмай қалыпты соны. Осы кісілер айтып, сол дұрыс болып тұр сол барлығы. Солай айтып жіберейік деп едік. Кстати, мынау саған. Рахмет, бірақ мен саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қашанға дейін осылай жүре береміз? Негізі шынымды айтсам, екеуміздің болашағымызға қатты уайымдап жүрмін. Кішкене жұмыс жасамайсың ба? Бір бизнес жасап, тем более қазір мүмкіншіліктер көп. Тіпті салықтан да босатып жатыр. Ал сен жүрсің маған даладағы гүлді жұлып. Болды, жалықты мен сені. Сәлем, Разия. Есіңде ме сен маған бір нәрсемен айналыссайшы деп едің ғой? Так вот, мен өз бизнесімді аштым. Өзіме көлік алдым, үй алдым. Мен саған гүл, мүмкін сақина алып беремін. Қалай қарайсың? И чо? Менде ақшам бар деп плантация ету керек па? Әлде мені сатып алғың келіп тұр ма? Жек көре ме осындайларды? Білесің бе? Ең бастысы ол адамның жан дүниесі. Эгоист. Жынды ма осылар? Не керек сендерге сонда? Түсінбей қойдым ғой. Ну ладно, зато бизнесім бар. Басеке, ассалаумағалейкум Басеке, қалайсыз Басеке? Уағалейкум ассалам. Басеке, осы сіз ашуланбаңыз, сізге мен шұғыл бір шаруам болып тұр. Не шаруа ол шұғыл? Короче, сөздің ашығын айтайын, менің артымнан жүгіріп жүрген қаншама фирмалар бар Басеке. Короче, менен айырылып қалғыңыз келмесе, срочно прям бүгін айлығымды көтеріңіз, екі есе Басеке. Ойбай, не фирма ол соншама? Сен менің өзіме әрең тұрған жоқсың жұмысқа? Басеке, енді мен басқасын айтып тұрмын. Басеке, қараңызшы, мен газдың ақшасы, светтің ақшасы, қоқыстың ақшасы, мусордың ақшасы, кредит бар. Осы Басеке, полный сияқты Басеке көмектесіп. Сен маған не айтыпсың? Балам, Таканай досың келіп тұр. Кіре бер дейінші, мама, кіре берсінші. Таканай, кіре бер. Бөлмелерін жинап қойсаң болады ғой, ұят қой қарса мал қора ұқсап. Мал. Қойшы мама, жинағым келіп тұрған жоқ. Тап-таза ғой, қай жер жазылып тұр? Мен үйімді таза ұстаймын, күнде жинаймын үйімді, мамам айтқанын істеп. Ой, молодец, Таканай. Көрдің ба жұрттың балдарын? Сен мен кейін сөйлесем түсіндің ба? Таканай, сен үйін жинамайсың ғой, нап өтірік алып жатсың мамамды? Мамаң біліп барады дейсің ба? Мен сені қазір ұрам. О, қалайсың? Кел, кір. Мама бабалар аман ба? Кел. Не бар жейтін, қарым аш кетті ғой. Отыр, тамақтан ал, кел. Қоя беріңіздер, тойып келатыр. Же, ұялма. Ой, қарым тоқ менің. Асылбек, мұзық төкпеш па? Қаз, мам. Бана тұрайын, мұзық төкке бар. Төк қоймайсың ба? Абылай бір мұсыр төкпеш бар. Берсең шапшы мен өзім төкпеш. Қой, ана бала өзі төгеді ғой. Беріңіз апшы өзім төкпелем ғой. Ой, сен әуре қышы. Ой, жоға, иде всегда өзім төкем ғой. Қойш.